Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет әрі дәмді, әрі пайдалы салат жасайтын боламыз. Барлық қоспаларды видеоның барысында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен салатымызға керекті барлық көкөністерді жақсылап салқын суға жуып алатын боламыз. Бұл салатымыз өте қолжетімді салат, үйдегі бар заттан әрі өте пайдалы салат болып табылады. Ең алдымен осылайша капустамызды алып, майдалап турап аламыз. Көбірек жасайтын болсаңыздар, көбірек қоса бересіздер. Осылайша барлығын жақсылап, майдалап турап шығамыз. Капустаны турап алғаннан соң осылай майдалап турап аласыздар. Үстінен кішкене ғана тұзымызды салып, қолмен мұжып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Әзірге капустамызды осылай тұзын араластырып қойдық. Келесі біз сәбізді алып, үкіштің көмегімен осылай ұзынша жіңішке бөлігінен өткізіп шығамыз. Құрметті көрермен, менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, және де келесі видеоның шығуына мотивация болып, лайк басып, пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Сәбізді өткізіп болғаннан соң, сол сәбізді өткізген жіңішке бөлігінен осылай піспеген свекламызды алып, қызылшамызды алып, жақсылап өткізіп шығатын боламыз. Қыздар, свекланы пісірудің қажеті жоқ, осылай шикі күйінде теркадан өткізіп алатын боламыз. Салатқа қажетті барлық қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мөлшерін үйіңіздегі адам санына қарай көп немесе аз етіп жасай бересіздер. Өте пайдалы салаттардың бірі. Және де жаңағы қызылшамызды күштен өткізіп болғаннан соң кинзаны алып майдалап турап аламыз. Қаласаңыз кез келген көк шөп түрін қоссаңыздар болады, укропта қоссаңыздар болады. Егер де кинзаны ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Содан соң осылайша бір-екі сарымсағымызды майдалап турап аламыз, немесе үкіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Чеснокты майдалап турап, осылай ыдысымызға салып алдық. Келесі кезекте қажетті приправаларды қосып шығатын боламыз. Бір ас қасықтай немесе 1,5 ас қасықтай паприка қосамыз, және де кориандр қосамыз. Содан соң үстінен қызып тұрған сұйық майымызды құйып, жақсылап мұжып араластыратын боламыз. Қыздар, бұл салатты жасап болғаннан соң міндетті түрде кемінде 1-2 сағатқа холодильникке салып қойыңыз. Сол кезде дәмі сіңіп, өте керемет болып шығады. Мен мына жерде үстінен укроп қосып жібердім. Қаламасаңыз, қоспасаңыздар да болады. Осылайша дайын болған салатымызды міндетті түрде холодильникке салып, дәмін келтіріп алатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі өте пайдалы, өте жеңіл салаттардың бірі. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.